Нүкістің айрым махаллелерінде бақша төлемдері 50%-ке шегем азайтылады. Табиғи газ үшін ыстық маусымында белгіленген базалық норма республиканың барлық аймақтарында 15 мартқа шегем созылды. Президент бір топар хаял қыздарды сыйлықтады. Ассалаумалейкум, өткен хапте болып өткен ахметлі хабарларды жарты мақсатында біз хапте дайджестін басаймыз. Бәһәр маусымы шын мәнінде жаңалану һәм жасару фасылы. Әсіресе аналарымыздың бәрше хаял қызлардың байрамы. 8 март халықаралық хаял қызлар күні мөнәсәбәтіменен бір топар белсенді хаял қызларды сыйлықтады. Атап айтқанда, Қарабастан Республикасы бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің парламентарында Достық орденіменен Абдрасулиева Жүзімгүл, Шымбай райондағы Күжімлі макам бұқаралар жиыны бастығы, Шухрат медалы менен Атаджанова Юлдузхан, Нүкіс Қанегелестірген Мәдениет мектебінің фортепиано оқытушысы һәм Бердімбетова Гүлсара Қарабастан табиғи ілімлер іліми іздерту институты химия лабораториясының үлкен іліми қызметкері сыйлықланды. Сондай-ақ Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлығыменен төмендегілер сыйлықланды. Сатниязова Индира Қарабақ мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті, Ерімбетова Ділноза Қарабақ мемлекеттік университетінің 2-ші курс магистранты. Сондай-ақ президент Шавкат Мирзиёев парманына муафиқ хаял қыздардың дараматлы ету, бизнеске тарту үшін 25 түрлен сумнан аслам ресурс қаратылады. Осы жылдың 4 март күні Қарабастан Республикасы жоғарғы кеңесінің бастығы Аманбай Орынбаев қатынасуында кең көлемлі мәжіліс болып өтті. Атап өту орны жоғарғы кеңес бастығы жыл басынан бері районларға барып, ол жердің экономикалық жағдай һәм машқаларын үйреніп, президент қарар һәм парламентарында орынлану тиіс болған тапсырмалар әмелге асырылмақта. Сондай-ақ өткен хаптада бір қанша тайынлаулар әмелге асырылды. Атап айтқанда, министрлер кеңесі бастығының орынбасары тайынланды. Айтжанов Камилжан Курбанбаевич Қарабастан Республикасы министрлер кеңесі бастығының ауыл һәм су қожалығы мәселелері бойынша орынбасары, ауыл қожалығы министрі лауазымына тайынланды. Ол тайынлауға шегем Тақатас районы хакімі лауазымында жұмсалып барған. Өзбекстан бұқаралары Жақын Шығыс мемлекеттерінен қайтарылмақта. Жақын Шығыста дауам етіп отырған әскери келіспеушілік себепле хауа аймақтары уақытынша жабылды. Сол себепле 28 февралдан бастап Өзбекстаннан Дубай, Шаржа, Мадина, Доха, Жидда жөнелістерінде рейслер бекар етілді. Нәтижеде 28 феврал 2 март күндері 1681 бұқара ұша алмады. Президент Шавкат Мирзиёевтің тапсырмасына муафиқ транспорт министрлігі һәм авиакомпаниялармен біргелікті бұқараларда қайтару илажлары көрілді. Өз авиацияда 24-те 7 штаб жөкеместірілді. Қазіргі уақытқа шекен Мадина һәм Жиддадан 21 рейспенен 4948 жолаушы, Дубайдан болса 235 жолаушы Өзбекстанға алып келінді. Табиғи газ үшін ыстық маусымында белгіленген базалық норма республиканың барлық аймақтарында 15 мартқа шегем созылды. Энергетика министрлігінің хабарына бола, бұл хауа райы болжауларының жаңаланған күтілулеріне муафиқ әмелге асырылмақта. Суық хауа массасы мемлекетіміздің басқа аймақтарына да кіріп келуі ықтималы себепле ыстық маусым үшін белгіленген 500 куб метр базалық норма барлық аймақтарда 2026 жылдың 15 мартына шегем созылды делінеді ресми хабарда. Қосымша етілуінше 15 марттан кейін болса хауа райы шараясынан келіп шығып, зарur болса қосымша илажлар көріледі. Есілетіп өтеміз, алдын бұл созылу тек қана Қарабастан Республикасы һәм Хорезм уәлайеті үшін әмел етуі белгіленген еді. Нүкіс қаласында жаңа заманауи 5 жұлдызлы мейманхана һәм конгресс холл комплексінің құрылысы давам етпекте. Президент Қарабастанда іспелмелікті еледі қолап қатлау һәм халықтың абадан тұрмысын тәминлеу бойынша қабілеттілген ахметлі парманы шеңберінде Нүкіс қаласы орайында 78 миллион доллар инвестициялық қаржы текарында ірі көлемді жойбар әмелге асырылмақта. Жойбар шеңберінде заманауи 5 жұлдызлы мейманхана һәм конгресс холл комплексі 22 қабатлы 2 тұрақжай, сондай-ақ сауда комплексі құруы белгіленген болып, бүгінгі күнде құрылыс жұмыстары давам етпекте. Өзбекстанда ұлыма халықтық шембілігі өткеріледі. 13-14 март күндері мемлекетіміз бойлап кең көлемлі ұлыма халықтық шембілік болып өтеді. Министрлер кабинетінің 72 санлы билігіне муафиқ шембіліктер жұрт абаданлығы бәрінен бұрын махалледен басталады сүрен астында шөкеместіріледі. Сізге жеткермекші болған қош хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан барат еді. Келесі хапте біз үшін де, сіз үшін де қош хабарларға толы болсын.